Әл-Бақара сүресі 40-50 аяттар. Ей Исраил әулеті, сендерді қалай жарылқағанымды еске алыңдар. Маған берген уәделеріңе адал болыңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындаймын. Менен ғана қорқыңдар. Сендерге түсірілгенді Тәуратты растайтын, менің жіберген Құраныма сеніңдер. Одан бас тартып, сенімсіздік білдіретіндердің алдында болып жүрмеңдер. Менің жолдаған аяттарымды болмашы дүниеге айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар. Ақиқатты жалғанмен былғамаңдар. Өздеріңе белгілі болған ақиқатты жасыру мақсатында жалған сөйлемеңдер. Намазға жығылыңдар, толық орындаңдар. Зекет беріңдер және рухқа тұрғандармен бірге Құдайға тағзым етіп иіліңдер. Сендер жақсы істер жасауды өзгелерге міндеттеп, өздерің одан шет қалмақсыңдар ма? Құдайдан келіп түскен кітапқа иман келтіресіңдер. Ендеше, неге ақылға келмейсіңдер? Басқа түскен тауқыметке сабырлық танытып, намаз оқу арқылы Алладан жәрдем тілеңдер. Расында, намаз оқудың өз ауыртпашылығы бар. Бірақ шын қорқатын тақуалар мен мүминдер үшін бұл түк те қиындығы жоқ. Олар иман келтіргендер өздерінің Тәңірмен табысатындарына, оның алдына сөзсіз қайтарылатынына кәміл сенетіндер. Ей Исраил ұрпағы, кезінде сендердің мәртебелеріңді әлемдегі басқа жандардан үстем етіп, мейірімділік көрсеткенімді еске алыңдар. Біреудің мүшкіл халін екінші біреу жеңілдете алмайтын, имансыз пенделер үшін ешкімнің де шапағаты қабыл етілмейтін, жасалған күнәлары үшін құн төлеп құтыла алмайтын, жәрдем берілмейтін сол бір қиямет күнінен сақтаныңдар. Сендерді біз Перғауынның азабынан құтқардық қой. Олар сендердің жаңадан туылған ұл балаларыңды өлтіріп, қыз балаларыңды тірі қалдыратын. Раббыларыңның сендердің бастарыңа түсірген бұл да бір сынағы еді. Естеріңде ме, сендер үшін теңізді қақ жарып, Перғауын әскерін суға батырып жібердік. Осыны өз көздеріңмен көрдіңдер.